Hello everyone! Сіздермен бірге ағылшын тілі маманы Маржан, және бүгінгі видеода біз ағылшын тілін үйреніп жүрген әрбір адам білуі тиіс 20 фразаны қарастыратын боламыз. Сондай-ақ мен сіздерге осы фразаларды native спикерлер өздері қалай айтады, содан видео үзінді де қосып қоятын боламын. Бұл 20 фразаларды сіздер бұрында да күнделікті де естіп жүрулеріңіз мүмкін, бірақ осы видеодан кейін сол фразаларды күнделікті өмірлеріңізде ауызекі тілде тәжірибеде қолданады деп сенетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Let's get started. Ең алғашқы фразаны сәлемдесуден бастайық. Біз әдетте барлығымыз how are you қалыңғалайдың орнына осы фразаны қолданамыз, бірақ оны түрлендіру үшін мен сіздерге how is it going? How is it going деген фразаны ұсынбақпын. Бұлда how are you секілді қалайсың, қал жағдайың қалай дегенді білдіреді. I said, hey, how's it going? How's it going with you? How is it going? Келесі фраза how is it going-ға жауап ретінде I am fine, thank you деп айтпас үшін can't complain деген ерекше фразаны ұсынғым келіп тұр. Can't complain. Яғни, еш шағымым жоқ, барлығы жақсы менде дегенді білдіреді. Great, I can't complain. Can't complain, really. Келесі фразамыз күніңіз сәтті болсын дегенді айту үшін have a nice day деген фразаны қолданыңыз. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Missing you already. Thank you very much, everybody. Have a nice day. Ал қоштасатын кезде see you soon, see you later деген фразаны қолдансаңыз болады. Яғни, кездескенше, көріскенше дегенді білдіретін фраза. I'll see you soon. See you soon. Келесі фраза бұлда қоштасқан кезде айтуға болады take care. Take care. Яғни, байқап жүр, абай бол. Яғни, орысша айтқанда береги себя дегенді білдіреді. Take care. Please take care of yourself. Be legendary. Take care. Келесі бір ең жиі қолданылатын, ең көп кездесетін фразалардың бірі good luck. Good luck. Яғни, сәттілік тілеймін саған. Удачи дегенді білдіреді, Well, good luck. Good luck, Daddy. Келесі бір жиі қолданылатын фразалардың бірі sorry, I'm sorry, or excuse me, Енді sorry және excuse me сөздерінің айырмашылығын біліп алайық. Sorry дегеніміз біз бірдеме бүлдіріп қойғаннан кейін айтатын фраза. Яғни, біреудің аяғын басып кетіңізі, sorry деп айтамыз, Ал excuse me деген фразаны бірдеңені бүлдірмес бұрын қолданыламыз. Яғни, excuse me, яғни кешіріңіз, сіздің қаламыңызды алсам бола ма? Excuse me, can I take your pen деген сияқты, Яғни, түсінікті, Sorry дегенді бір нәрсе бүлдіріп қойғаннан кейін, жасап қойғаннан кейін қолданамыз, ал excuse me-ді алдын ала біреуден кешірім сұрау үшін қолданамыз. I'm not a king. I'm sorry. Excuse me. Және де егер біреу сізден sorry or excuse me деп кешірім сұрап жатса, жай ғана ол кісіге don't worry деп айтсаңыз болады. Уайымдама деген сияқты, яғни don't worry. Барлығы дұрыс, уайымдама, don't worry. But don't worry, no one was hurt. Don't worry. Енді алғыс айту фразасына келетін болсақ, thank you so much, thanks a lot білеміз, Ал егер біреуге алдын ала рахмет айтқыңыз келсе, thanks in advance. Thanks in advance, яғни алдын ала рахмет деп айтуға болады. Thanks in advance for your answer. Thanks in advance for your interest in your comments. Ал келесі фраза оқасы жоқ деп айту үшін біз бұрын мектеп кезден not at all дегенді қолданатынбыз, Бірақ бұл фразаны негізі native спикерлер өте сирек қолданылады. Оның орнына олар it's okay, яғни барлығы дұрыс, немесе that's all right, that's okay, немесе no problem, яғни ештен кетпейді, барлығы дұрыс деп айтсаңыз болады. That's okay. No problem with that. Right? No problem. Just like that. Немесе оқасы жоқ емес, әрқашанда дайынмын көмектесуге, всегда пожалуйста деп айтқыңыз келетін болса, you are welcome деп айтсаңыз болады. Thanks, honey. You're welcome. Егер де біреудің сөзін, тілін түсінбей жатсаңыз, немесе естімей қалсаңыз, sorry, I didn't catch you.
кешіріңіз, сізді түсінбей қалдым. Және де native speaker'лер I don't understand you, I didn't understand you дегенді өте сирек қолданады. Былайша айтқанда, мен сізді түсінбей қалдым дегенім ол тікелей аудармасы болып табылады. Бұл үшін оның орнына I didn't catch you дегенді қолдансаңыз болады. Could you say that again? I didn't catch it. Егер де сіз түсінсеңіз, яғни сізге барлығы түсінікті болса, yeah, I see. Мен көріп тұрмын деп аударылады тікелей, бірақ мен түсіндім, понятно, ұқтым дегенді білдіреді. Немесе I see-дің орнына got it деген фразаны қолдансаңыз да өте керемет болады. Ал егер де сізбен сөйлесіп отырған адамның айтқанын түсіндіңіз, бірақ оның нені меңзеп тұрғанын түсінбей тұрсаңыз, what do you mean? What do you mean? деп айтсаңыз, сұрасаңыз болады. Бұл сұраққа байланысты Джастин Бибердің What do you mean? деген өлеңде естіген боларсыз, яғни бұл сен нені меңзеп тұрсың дегенді білдіреді. Не айтқың? Сізге өзің түсініп ал, әрі қарай айтпаймын деген сияқты, оның уже маңызы жоқ уже деген сияқты айтатын болса, it doesn't matter деп айта салуы мүмкін сізге. It doesn't matter. Ешқандай маңызы жоқ дегенді білдіреді. Matter what your last name is. It doesn't matter what you look like. Ал егер де сіз одан ары қарай диалогты жалғастырып, не болып қалды саған соншама, не болып жатыр, немесе бұл жерде не болып жатыр деп сұраған келсе, what's going on? What's going on деп сұрасаңыз болады. Яғни не болып жатыр? Не жағдай деп сұрағыңыз келсе. We have to ask ourselves, what's going on here? Oh my God, what's going on? Немесе бұның орнына what's happening? What's happening деп сұрасаңыз да болады. No, what's happening? I don't like this. Осымен біздің бүгінгі видео соңына келіп жетті. Сіздерге бүгінгі видео пайдалы болады деп сенемін. Және де видео ұнаса лайк қоя кетуді ұмытпаңыздар. Егер әлі маған тіркелмеген болсаңыз, подписация тетігін басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де өзіңіздің ағылшын тілін үйреніп жүрген достарыңызбен поделиться тетігін басып видеоны бөлсеңіздер де өте қуанышты боламын. Ендеше келесі видеоларда кездескенше, бай! Айтпақшы, менің Instagram парақшама да тіркеліп қойыңыздар, ол жақта да қызықты пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын баламын.